Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Әсемгүл каналына қош келдіңіздер. Бұл жерде сіздерге мен көрсетейін деп тұрғаным кабачок, яғни кабачки деп жатайды. Мен қазақша нұсқасын білмедім. Сол себептен сіздерге барлық көбісі енді солай біледі ғой, сол себептен сөйтіп айтып тұрмын. Бұл жерде сіздерге мен айтайын, енді мықты жақын егіп тастаған болатынмын. Біреу шықса біреу шықпайды деп, мен біреу, екеу, үшеу, төртеу. Соған қарамастан төртеуі де шығып тұр. Тұқымда ектім. Себебі айттым ғой, барлығын негізі көшетпен егемін деп. Бірақ бұны мен уақыт болмайды. Жаңағыдай тұқыммен еккен болатынмын. Жаңағыдай қырсыққанда бәрі шығып тұр, көріп тұрсыздар. Сол себепті кішкене аралары жақындау болып кеткен. Енді бұл жерде сіздерге айтайын деп тұрғаным, енді бізде неше күннен бері жаңбыр болғандықтан кейбіреулері шамалы басына шіріңкіреп кетті. Бұл қалыпты жағдай деп ойлаймын, себебі дымқылдықтан шіріп кетті. Бірақ кейбіреулері міне уже бастап бар. Бұл кабачок, кәдімгі андай не кабачок емес. Сіздерге айтайын қазір. Міне көрдіңіздер ме, астында міне шіріп кеткендері бар. Бұл кабачок андай не кабачок емес. Қалай айтсам болады сіздерге? Үлкен кабачок емес, яғни аттың өзі корнишон деп аталады. Яғни осындай ғана бойы бар, кішкентай. Артық ештеңесі жоқ, міне көріп тұрсаңыздар. Дәл сондай бар, мына жерден де өзі уже өсіп кетіп жатыр. Бұны уже алу керек, қазір көрсетемін. Мына жерде көрдіңіздер ме, мына жақта уже қартайып өсіп кетіп жатыр. Яғни бұл бойы тек дәл осындай болады да. Егер алмаған жағдайда уже мына жер үлкейіп қартайып кетіп жатыр міне. Яғни сақтауға болатын болса, мына жерлер осындай үлкейтуге болады. Міне толып шығып жатыр. Мына жерден көріп тұрсаңыздар, біреу, екеу, үшеу кете береді. Так, мына жерде де міне кішкентай. Мына жердегісі енді кішкене мықты несеп кеткен. Жақын асып кеткен, мына жерде солай міне үлкейіп өсіп жатыр. Мынаны сәл өскесін кішкене аламын. Астарын алдында күн ыстық кездерде шөп салсам болатынмын. Міне күтім ретінде, себебі бұл жаңа су соратын жерде өте алыс орналасқандықтан қайта су тасып немесе шланг арқылы суару маған өте қиын болды. Сол себепті де мен арнайы осылай суардым да молынан, және де осылай жаңағыдай шөпті, сандық шөпті салып қойдым. Яғни оның бірталай көмегі бар. Суды жаңа әрі кетсе 10 күнде суармасаң да кішкене болса да бетін құрғатпай дымқылдықты сақтап тұрады. Және де күтіміне келсе, ешқандай күтім биыл істеген жоқпын. Басында ол міндетті түрде шіріп кеткен жағдайлар болады. Көбісі айтады, шіріп кетті болса, ол міндетті түрде болады. Себебі олар басқа кішкене жерден керек нәрсесін алып, дер кезінде үлгере алмай жатқандықтан шіруі не істейді, болады. Бұл жерде менде күзде ғана салған болатынмын. Күзде ғана көң салдым. Басқа ештеңе салған жоқпын. Сол жерді қазып егіп тастаған болатынмын. Яғни сіздерге білсеңіздер, былтырғы қызанақтың жері. Сол себептен мен шеше ғана ектім. Негізі ар жақта ортада ғана орындар болған негізде. Осы жақында ғана нені ектім, қазір сіздерге көрсетемін. Так, міне айтайын сіздерге, бұл кабачок тоже, бірақ цукини деп аталады, гибрид. Былтыр сары түрін түсірілімде көрсеңіздер, көрген боларсыздар. Менде орын болмағандықтан, міне көріп тұрсаңыздар, талдың түбіне еккенмін, яғни слива талдың түбіне ектім. Біреуін еккен болатынмын. Жаңағыдай самал суға салып, міне көріп тұрсаңыздар, шығып тұр. Өте жаңағыдай қалай айтсам болады, өте өнімді гибрид. Өте жақсы шығады, бірақ сары түрі бұл. Екіншісі де дәл солай. Слива талын көрсетейін сіздерге. Слива талы, соның түбіне еккен болатынмын. Көріп тұрсаңыздар. Тоже жаңағыдай құрақ тұқымдай салдым. Bir күн бұрын суға салып, екі тұқымды ғана бар қалған екен. Сол екі тұқымын ектім. Себебі бұл кішкене жаңа қалай айтсам болады, сары түрі жаңа икраларға өте жақсы. Аладушки жаңа сондайларға болмаса,
Бул жаңы икрага өтө сары туруп өтө жакшы. Томат ештеңе салуунун кажети жок. Сол эч кандай күтүмү жок. Эң бастысы буга көбүнесе азот кажет, жана азот бул күң. Күңдү молураак салган дурус. Тәттилик үчүн кичине күч салып жиберсеңиздер өтө керемет болот. Сау болуңуздар.